Адамзаттың асыл тәжі. Авторы Дамира Өмірзаққызы Ибрагим. Мекке кезеңі. 1 бөлім. Пайғамбарымыз дүниеге келгенге дейінгі тауарих. Жалпы әлемнің және адамзаттың хәлі. Біздің заманымыздың 6 ғасыры аяқталуға жақын. Бұл ғасыр адамзат әлемінің күпір мен азғындық атаулыға құшақ жайған заманы. Күштінің әлсізді қанауы, дәулеттінің жарлы жақыбайға әңгір таяқ ойнатуы осы шақтың үлесіне теген. Әзірет Мұхаммедке салаллаху алейхи уассалам пайғамбарлық түскенге дейінгі жалпы жер жүзінің және адамзаттың руханиятының деңгейі білуде пайда болар. Сонда ғана Расулланың адамзат баласын қалайша рухани пікір түнегінен, саяси шытырмандардан және қоғамның қою қараңғылығынан, азғындықтан аз уақыт ішінде алып шыққанын бағамдай аламыз. Ол тұстағы ең мықты мемлекеттер Византия, Иран, Мысыр, Үндістан, Александрия, Месопотамия, Қытай тағы басқа еді. Бұл елдердің қай-қайсысында да бірінші, дұрыс наным сенім жүйесі жоқ болатын. Белгілі бір таухид сенімінің болмауы адамзат руханиятын шөктіргені сондай. Азғындықтың небір түрі етек алып, адамдардың адам атауынан басқа қасиеттері жойылып кеткен. Барша болмыстың жаратушысы бар екенін біле тұра, адамдар табиғат құбылыстарына табынып, Алланың әміріндегі жер мен көкке, жұлдыздарға, ай мен күнге сыйынып, рухтан ада тақтай мен тастардан жасалған пұттарға сәжде жасайтын. Адамзат баласының ар-ұжданы, рухы Аллаға иманнан мақұрым қалғандықтан, барша жаратылыс илляхи құдіреттің нәтижесі деуді білмей әбден адасқан. Ақылды орынды қолданбау салдарынан көз байланып, көңілдер тұмшаланған. Иман, рух байлығы деген қазыналардан ауылы алыс қалған бұл байғұстар бір сөздің, бір кітаптың жазушысы, ойлап шығарушысы болатынын, кішкентай иненің де ұстассыз жасалмайтынын біле тұрып, мыңдаған сырға толы, керемет жіңішке есеппен жаратылған мына дүниенің жаратушысы бар дегенге сенбейтін дәрежеде парықсыз еді. Осындай мүшкіл қалдегі дүние таухид сеніміне, Алланың бар және бір екенін паш етіп, соған илануға, үндеушіге аса мұқтаж болады. Күпірлік пен азғындықтан арылудың жолын көрсетіп, бағытын сілтейтін жолбастаушыға деген қажеттілік, күллі әлемнің пайғамбарға зәрулігі күн өткен сайын сезіле түскен. Екіншісі, барлық жерде адамдар таптар мен топтарға бөлінді. Илляхи өлшемдерден мақұрым адамзат бай кедей, күштік әлсіз, қожайын құл, ақсүйектер мен қаралар болып көптеген топтарға бөлінді. Бай мен кедейдің билеуші мен бағыныштының арасындағы айырмашылық жер мен көкте еді. Билік басындағылар мен қарапайым халық арасындағы алауыздық шегіне жеткен. Үстем топтағылар қарапайымдарды жансыз заттан төмен көретін. Үшінші, бұл елдердің қай-қайсында да құлдыққа алып сату қағидалары бар еді. Адамзат құрметті, қадірлі тіршілік иесі. Мұның астарына үңілу тек ақиқат, иман арқылы жүзеге асады. Имандылықтан ада, көңілдерін кір шалған сол кезеңнің адамдары адамзаттың жер бетіндегі ең тұғырлы тұлға екенін аңдамақ былай тұрсын, оны алып сататын мүлікке есептеп, жабайы күйге ене бастаған. Құлдың айуаннан төмен саналатыны да аз емес. Қожайын құл мен күніне ойына келгенін жасауға құқылы болған. Ойынша азғындықтан алып шығар тұлғаға адамзат әлемі зәру еді. Бұл қажеттілік күн сайын біліне түсті. Төртіншісі, діндер
мезхаптар арасындағы алауыздық. Христиан дінін ұстанатын елдерде христиандықтың Иса пайғамбар арқылы келген түпнұсқасы, яғни бір жаратушыға сенім жойылып, үштік жайлай бастағанды. Дінбасылары Иса пайғамбардың дініне ойдан небір толықтырулар енгізіп, жан-жаққа тапты. Әсіресе Шығыс Рим империясында дін атын жамылып, зұлымдық пен азапты арттырғандар көбейе түсті. Иранда сол кездегі үстем дін маздеизмнен бас тартқандар, не діни ғұрыпқа мойынсұнбағандар аяусыз жазаланатын. Көз ою, асу, таспен шөкелеу, ауыз сусыз аштан өлтіру дағдыға айналған. 5. Ол дәуірде адамгершілікті ауызға алудың өзі ерсі. Имандылық жоқ жерде адамгершілік туралы сөз қозғаудың өзі ерсі. Ар намыс аяққа тапталып, нәпсі құмарлық адамдардың басты машығына айналған. Ұрлық, жезөкшелік, адам өлтіру, жайлаған қоғамда адамзат атты ұлы есім жойылғандай. Мысалы, Византия императорының өз қарындасымен үйленуі азғындық емей не? Міне, адамзат жетім, дүние мұнлы, жер жүзі азалы алып алан іспетті. Адамдар бір-біріне дұшпан, мінсіз тірліктен жеріп, жансыз мақұлық кейпіне енген. Жол бастаушысы жоқ, тұлдар қоғам ащы өксікке булыққан. Барша әлемді ширктің, надандық пен күпірдің қара қошқыл бұлты басқан. Дүние осы бұлтты ысырып, сәулеге кенелетін нұрлы тұлғаға зәру. Сол бақыт нұры түскенде ғана адамзаттың назырқанған көңілі шалқып, кемерінен тасары, жалаңқылықтың орның жайдарлық басары сөзсіз еді. Адамзат та жаратылысының жалған дүниедегі жолаушылығының мәнін ұғып, Алланы танып, иман келтіріп, ғибадат етудің қажеттілігін түсініп, баянды бақытқа қол жеткізіп, тірліктің тұтқасын ұстар еді. Арабстанның жағдайы. Дүние жүзі қартасынан саяси, географиялық және сауда-саттық жөнінде маңызды орын алған Арабстанның да өзге елдерден айырмашылығы қалмаған еді. Мұнда да тіл мен әдебиеттен басқа салалардың бәрінде кері кертушілік, жамандық үстемдік жүргізе бастаған. Діни ахуал. Наным сенім мәселесінде анархия белең алып, адамның ақылына сыймайтын небір сенімдер пайда болған. Халықтың бір бөлігі ештеңеге сенбейтін, тек осы өмірдің қызығын тамашалап қалуды көксейтін. Өмір адамға бір-ақ рет беріледі, екінші рет тірілуі мүмкін емес. Ақыры өлеміз, сондықтан мынау өмірде тояттап қалуға тиіспіз дейтін, олар ойларына келгенін істейтін. Ардақты пайғамбарымызға Алладан уахи түсе бастағанда, осындай адамдар жайында Құран кәрімде мынадай аяттар жолданады. Ендеше оларға, сендерге өмір сыйлайтын, содан кейін жандарында алатын һәм содан соң орнайтындығында еш күмән болмаған қиямет күні бәрінді қайта тірілтіп жинайтын бір Алла деп айт. Алайда адамдардың көбі осынау ақиқатты білмейді. Жасия сүресі 26 аят. Сондай-ақ арабтардың кейбіреуі Аллаға бір жаратушының бар екеніне сенетін, бірақ адамдар арасынан пайғамбар шығатынына иланбайтын. Пайғамбардың адамдар арасынан шыққанына сенбей, бұл ақиқатты ақылдарына сыйғыза алмай, пайғамбар періштелерден ғана шығуы мүмкін деген бұл топтағылардың қисынсыз пікірлеріне Құранның төмендегідей аяты жауап береді. Уа Мұхаммед, оларға, егер жер бетінде жайбарақат өмір сүріп, періштелер жер басып жүрсе, онда біз оларға көктен пайғамбар етіп періште түсірер едік деп айт. Исра сүресі 95 аят. Арабтардың арасында Аллаға сенгенмен ақырет күннің болатынына, өлгеннен кейін тірілуге, жаннат пен
жаһаннамның бар екеніне сенбейтін бір топ бар еді. Құран кәрімнің оларға жауабы мынадай: өзінің жаратылысын ұмытып бізге, сонда шіріп жоқ болып кеткен сүйектерге кім жан бітіреді екен, деп өзінше мысал келтірді. Оларға: ол сүйектерді әу баста кім жаратса, қайта тірілтетін де сол. Ол қалай жаратуды һәм әрбір жаратылыстың толыққанды біледі. Ясин сүресі 78-79 аяттар. Енді біреулері пұтқа табынатын. Халықтың ең көп бөлігін құрайтындар да солар. Тастан, тақтайдан, кейде кәдімгі халуадан өз қолдарымен жасаған пұттарына табынып, онысымен де қоймай былай дейтін: біз оларға тек бізді Аллаға жақындатсын деген ниетпен ғана табынып жүрміз. Зумар сүресі 3 аят. Міне, арабтардың көпшілігі қолдарында бар материалдарынан пұт жасап алып, жансыз заттардан медет тілейтіндей бейшаралыққа дейін барды. Жер бетіндегі таухидтің тұңғыш тұрағы Байтулланы, Қағбаны осы нанымдарының көрінісі ретінде сансыз құттармен толықтырғанды. Исламның каусармен сусындап, мұсылман болу бақыты бұйырғаннан соң, күллі әлемге қара қылды қақ жарған әділдігімен әйгілі болған Әзірет Омар жахилия кезеңінде пұттарға табыну турасында басынан өткен оқиғаларды былайша баяндайды. Жахилия кезіндегі екі ісіміз есімізге түссе, біреуіне қайғырып жылаймын, екіншісіне күлемін. Жылайтыным, сол кезде ақымақтығымыз сондай, әйелдеріміз қыз туса, шыжырынып, қыз баламнан құтылғанша асығып, бейкүнә мейірімге мұқтаж шарананы тірідей көметінбіз. Осы қылығымыз есіме түссе, жүрегім қанжылайды. Күлетінім, пұтқа табынатын едік. Әрқайсымыздың үйінің төрінде қолдан жасаған пұттарымыз тұратын. Соларға табынып, құрметтейтінбіз. Сапарға шыға қалса, пұттарымыздың бейнесін ұннан немесе халуадан жасап, өзімізбен бірге алып шығатынбыз. Жол ұзап, қарнымыз ашса, табынып, алдында құрдай жорғалаған жансыз халуа пұттардан кесіп алып жейтінбіз. Осыдан асқан күлкілі оқиға бармайды. Осынша жағдайларға қарамастан, Арабстанда бір кездері Ибрахим пайғамбар алейхиссалам үндеген таухид дініне, Алланың бірлігіне сенетіндер де бар еді. Қараңғылық, ауа жайылушылыққа мойын бармастан, арадан ұзақ уақыт өткеніне қарамастан, таухидті ұстағандарға Ибрахим пайғамбар алейхиссалам жолымен жүргендер мағынасында ханифтер делінетін. Құран кәрімде ханиф сөзі Ибрахим пайғамбар алейхиссалам үшін қолданылған. Шынында Ибрахим яхуди де, христиан да болған емес. Ол жалған сенімдерден іргесін аулақ салып, бір Аллаға ғана сыйынып, қалтқысыз мойын сұнғаннан шын мұсылман еді. Сондай-ақ ол мәшріктерден де емес еді. Әли Имран сүресі 67 аят. Ханифтер пұттардан жиренетін. Алланың бар екендігіне, бірлігіне сенетін. Олардың қатарында Уарақа ибн Науфал, Убайдулла ибн Жахш, Осман ибн Хуайрис, Зайрит ибн Амрдың атауға болады. Бұл аттардың құрметіне ұйымдастырылған салтанатты жиын жәрмеңкеде халықтың алдына шығып, пайдасы да, зияны да жоқ жансыз, тілсіз, меніреу пұттарға сәждеге жығылып, құрмет көрсетудің ақымақтық екендігін айтып, жар салғанды. Ақылға салып, ойланып, пұттарға табынудың жөн жосықсыз екенін кейіннен ұғынып, бұл нанымға қарсылық білгендері де болған. Солардың бірі Тауф руының басшысы Умайя ибн Абу Салт. Ол жахилия кезеңінде киелілікті көп оқып, пұтқа табынушылықты тәрк етіп, Ибрахим пайғамбардың алейхиссалам дінін қабылдаған. Бисмәка Аллахумма
тіркесін алғаш қолданғанда сол. Кейін бұл сөз арабтарға ұнап, Аллаға сенбесе де, кітаптарының сондай-ақ кез келген жазбаның басына осылай жазып қоюды жаппай әдетке айналдырған. Умайя ибн Абу Салт өлеңдерінде адамдарды дұрыс жолға үндейтін жетекшінің, яғни пайғамбардың қажеттігіне назар аударған. Арабтардың арасынан пайғамбар шығуға тиіс екендігін қасиетті кітаптардан оқып үйренгендіктен, сол құрметті атаққа ие болғысы келеді. Сондықтан Әзірет Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарлық берілгенде қызғаныштан оны мойындамаған. Тіпті ерегіс пен қызғанышынан Бәдір соғысында өлтірілген мәшриктерге, яғни пұтқа табынып, Аллаға серік қосушыларға арнап жоқтау айтқан. Хижреттің 2-ші жылы иман келтірместен өліп кеткен Умайя туралы Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам бірнеше хадисі бар. Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам бір күні Шарид ибн Суайдпен бірге келе жатып, сахабадан: «Сен Умайяның өлеңдерін оқығансың ба?» деп сұрайды. «Иә, білемін», деп Шарид Умайяның өлеңдерінен бірнеше байт оқып береді. Өлең жолдары Әзірет Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам қатты ұнайды. Тағы да оқуын өтінеді. Қасида айтылғанда Расул Акрам: Умайя мұсылман болуға сәл-ақ қалған екен. Тағы бір мәліметте Умайяның өлеңдері иман келтіргенмен өзі азғындықтан шыға алмапты дегені айтылады. Пұттар. Меккеге ең алғаш пұтты әкелген Әмір ибн Лухай есімді араб. Әмір Шамға барған сапарында Мағаб деген мекенге жолай соғады. Осы жерден Нұх пайғамбардың ұрпағы саналатын бір тайпаның пұттарға табынғанын көреді. Қызығушылық женіп, сұрастыра келе жергілікті халықты: «Біз осы пұттардан көмек сұраймыз, сұрағанымызға ие боламыз. Жаңбыр тілесек, жауынға қарық боламыз» деппен жауап алады. Онан соң Амр пенделігі ұстап Меккеге алып келуге пұт сұрайды. Мағаптық оның сөзін жерге тастамай Хубәл атты пұтты сыйлайды. Әмір Хубәлді Меккеге алып келіп орнатады. Надан халық бұрын сонды болмаған әдетті қызық көріп, оған иланып, пұтқа табына бастайды. Осыдан бастап пұтқа табынушылық Меккеде кеңінен тарайды. Әр тайпаның өзіне тән пұты болады. Құрайыштың ең үлкен пұты Узза деп аталады. Әус пен Хазраж руларының Манат атты пұты Мекке мен Мәдина арасында Мүшәлләл деген жерде тұратын. Кейінірек олар Узза мен Латқа деп да сыйынған. Кәлб тайпасының пұты Уат аталатын Думатул Жандал деген жерге орналасқан. Хузайл тайпасы Суа пұтына табынады. Хамдан алқабындағы Яук атты пұт Хамдан руының тәңірісі еді. Тай мен Мәзхиш тайпаларынікі Яғуз, Химиелердікі Насыр деп аталған. Бәкір ұлдары мен Қинаналар Сат атты құлдан жасалған құдайға құлдық ұратын. Әр тайпа өз пұтына табынып, жәрдем тілеп, солардың алдында құрдай жорғалайтын. Жансыз, рухсыз тастан, ағаштан, ұннан тағы басқа жасалған бейнелерді қараңғы халық құдіретті санап, соқыр сенімге бой алдырған еді. Алла Расулы сосындай нанымы надандықтан ұштасқан адамдардың санасын сәулелендіру мақсатымен келуге тиіс еді. Адамгершіліктің аты өшкен. Жахилия кезіндегі Арабстанда адамгершілік атаулы жойылған. Нәпсіқұмарлық шегіне жетіп, құмар, зинақорлық, маскүнемдік, зұлымдық, ұрлық, зорлық, өтірік өсек кең етек алған. Әлі жеткен әлсізге әлімжеттік жасап, ұрып соғатын, ойына келгенін орындататын.
Әй дейтін әже, қой дейтін қожа жоқ. Адам өмірі ойыншыққа айналған. Күштінің айтқаны зан, дәрменсіз дымын шығармайды. Адамдар мал тәрізді ойындарына қамыт кигізіп, базарда сатылатын. Әйелдердің көрген күні айуаннан төмен. Әсіресе жас күндер зорлық-зомбылықтың құрбаны болып жатты. Қыздарды сату, зинақорлыққа итермелеу қалыпты тұрмыс қажеттіне айналған. Құранда адам атын ластайтын бұл азғындық әрекеттер жөнінде былай делінеді. Дүниедегі қу тіршіліктің болмашы пайдасына бола күндеріңді һәм арын таза сақтауды қалайтын болса, арсыздыққа әсте итермелемеңдер. Кімде-кім оларды арсыздыққа итермелейтін болса, біліп қойыңдар. Олар ықтиярсыз күнәға барғаннан кейін де Алла олар үшін өте кешірімді, ерекше мейірімді. Нұр сүресі 33 аят. Надандықтың шегінен шыққаны сол, бір әйел бірнеше еркекпен бірге тұра беретін. Онысының үйінің шатырына белгі қадап жария қылатын. Өгей шешелер күйеуінің дүние мүлкімен қоса әкеден балаға мирас болып қалатын. Шөл даланы мекен еткен арабтардың көбісі қыз баласы дүниеге келсе сұмдық жасайды. Әйелі босанған сәтте нәресте қыз болса, ешкімге тіс жарып айтпастан, көрсетпестен тірілей көміп тастайтын, немесе терең құдықтарға лақтырып жібереді. Бұл істерінің дұрыстығын өздерінше сылтау айтып дәлелдеген. Бұлар ертең өскен соң жезөкше болып, ар намысымызды аяққа таптауы мүмкін. Бой жетіп жүзі қара болғанға дейін қанша шығын шығарып, асырап бағу керек. Оған шамамызда жетпейді деп ақталады. Кейде аналарының өздері ақ босанар күндері таяғанда арнайы шұңқыр қаздырып дайындайтын. Сәби қыз болса, туылған сәтте әлгі шұңқырға тастап, үстін топырақпен жаба салатын. Бауыр еті баласын бәледей көріп, одан құтылудың ең оңай жолын тапқандарына мәз. Дүниеге келген мезетте өлтіре алмаса, 5-6 жасқа келгенде әкелері қыздарын әдемі киіндіріп, қонаққа апаратын кісіше сәндеп ертіп шығаратын. Сол бетімен айдалаға жетектеп апарып, алдын ала дайындалған орға жығып салып, шырқырап тырбандағанына қарамастан көміп тастайды да. Ештеңе болмағандай оралатын. Ал баласын өлтіруге қимағандар қалың жүн күпі кигізіп, қыз екенін жасырып, ауыл маңына аулаққа қой, түйе бақтыруға жіберетін. Сөйтіп елдің көзінен тасалай ұстайтын. Құран Кәрім арабтар арасында кең таралып, қалыптасқан айуандық әдет жайында былайша баяндайды. Олардың бірі қызды болдым деп сүйіншілегенде жүзі түтіліп, іштей ашуға болғады. Содан ол өзіне жеткен хабардың жайсыздығынан ел-жұрттың көзіне түспеуге тырысады. Енді не істейді? Өмір бойы мұндай қорлыққа шыдап, ол бейшараны қолында ұстай ма? Жоқ, әлде жерге көміп тастай ма? Олар өздерінше қандай жаман үкім беруде. Нахл сүресі 58-59 аят. Исламнан бұрынғы кезеңінде осы дәстүрді ұстанып, іштен шыққан шаранасын құрбан еткен, кейін исламды қабылдаған сахабалардың бірі пайғамбарымызға басынан өткен оқиғаны былайша әңгімелеген. Уа Расулалла, біз надандық дәуірінен өтіп келдік. Сол кезеңнің үрдістерін орындадық, бұтқа табындық. Бауыр етіміз баламыздан аяусыздықпен жер қойнына бердік. Менің де сүп-сүйкімді қызым бар еді. Қылығы да тілі де тәтті еді. Алайда мен оған қарамауға мән бермеуге тырысатынмын. Сонда да ол қасымнан екі елі айрылмайтын. Бір күні оны қасыма шақырдым. Томпандап жүгіріп келді. Өзі жақсы көретін қызыл жасылды көйлегін кигіздім де, енді жүр менімен бірге. Бір жерге барып келеміз деп алдап ертіп шықтым. Былдырлап сөйлеп, мәз болып қуанып келеді. Біраз жер жүрген соң терең қазулы құдыққа келдік. Екі қолына ұстап көтеретіндей сынай таныттым да, бар пәрменімен құдыққа тастап жібердім.
Сондағы құлап бара жатқан әкетайым деп құлын даусын шығып шырқырағаны әлі күнге дейін құламнан кетпейді. Екі дүниенің сұлтаны бұл әңгімені естіп, қатты егіліп жылдады. Көздерінен аққан жас сақалын жуып, тарам-тарам етті. Содан соң былай дейді: Алла тағаланың мейірімділігі кең. Ондай қатыгездікті мұнан соң қайталамайтын болсаңдар, жахилия дәуіріндегі білместіктерді кешірер. Міне, жахилия кезінде аты айтып тұрғандай надандық пен жауыздық түгел дүниені тұмшалап алған еді. Адам баласы руханият, мейірім шапағат дегеннен жұрдай. Күллі әлемнің жаратушысына сеніп, иман келтірмеген жүректен не үміт, не қайыр. Құдайдан қорықпаған ұждан, Алланың азабынан үрейленбеген рухтан жақсылық шығуы мүмкін. Саяси жағдай. Жахилия кезінде Арабстан саяси тәртіп, қоғамдық бірізділік дегеннен мақұрым, халықтың басым бөлігі көшпенді тұрмыс кешеді. Руға бөлініп, әр ру өзіне тән тәртібін, дәстүрін ұстанатын. Ұдайы өзара қырқысып, басқа шауып, төске өрлеуге әзір тұрады. Өзгенің малын талан-таражға салу, ар-намысын таптау тіршіліктің айнымас қағидасына айналған. Ал ауыздықты жоқ жерден болмашы сылтаумен тудырып, тұтқиылдан шауып, малын мүлкін алып, тіпті әйел баланы күн құл ету дағдысы қалыптасқанды. Дұшпандық, қысастық бітіп болмайтын дау-дамай арта түскен. Соғыс, қан ағызуға машықтанып, үйреніскендіктер сондай тиістерге қара таппаса, жоқты барды сылтау етіп, өз іштерінен бірінің бірін етін, бірі жеуді тайсалмайтын. Бұған шайыр Құтамидың төскейде малымыз, төсекте басымыз қосылған ағайындарымыз Бәкір руынан басқа соқтығысарға ешкім болмай қалса, солардың өзіне тарпа бас салатынбыз деп келетін байыты куә. Ежелден ру тайпа-тайпаға бөлініп, өмір сүретін арабтар бір орталыққа бірігу, бас қосу жайын ол кезде ойлап бас қатырмады. Сол себепті Арабстан түбегінде әлеуметтік мәдени заңдылық жоғалып, соның салдарынан зорлық-зомбылық, шабуыл, шайқас толастаған емес. Әркім өз қалауынша тіршілік қылатын, мықтының дәурен сүрген кезі еді ол. Арабстанның әдеби ахуалы. Қай салада болсын, не бір тәртіп, не бір жүйе жоқ дегенмен, осы тұста арабтардың ілгерілегені саласы әдебиет, сөз өнері еді. Ислам ділі таралмас бұрын Арабстанда шешендік өнері шырқау шегіне жетті. Бұл мәселеде дүние жүзіндегі оларға тең келер халық та жоқ еді. Шайыр өлең дегенде надан араб ішкен асын жерге қоятын. Өйткені ата-баба дәстүрі, тарих пен шежіре, наным, сенім тақырыптары осы өлеңдерде өрнектелетін. Өлең қоғамның бірден бір айнасы тәрізді еді. Араб қоғамында шайырлар керемет құрметке бөлінетін, нағыз қаһарман саналатын. Әрбір ру өкілдері араларынан батыр емес, ақынның шыққанын қайлайтын. Өткені қол жетпес арманындай болған даңқ мансапты ақындарының арқасында иеленеді. Қара халықтың өзі шайырлардың қалжыңына ілігуден, сынына ұшыраудан қорыққан. Шайыр сөзі анау-мынау заңынан күшті қабылданады. Оның бір ауыз сөзіне бола ру болып таласқандар да, 40 жылғы кегін ұмытып татуласқандар да аз болмаған. Ертеден ақ өлең арабтардың дәптері деп аталатын. Араб халқының тұрмысы, салт-санасы, тарихи мұралары өлең арқылы ұрпақтан ұрпаққа жеткен. Ақынды құрметтеу тіршіліктің негізінде көрінеді. Мықты ақынның өзі де руыда биік мәртебелі деп есептеледі. Әсіресе жылдың белгілі маусымдарында жиі өткізілетін жәрмеңкелерінде өзінді өсіруге, өркендеуге айрықша мән беріледі. Жәрмеңкелер бір жағынан әдеби жиын секілді болатын. Қазылар сайланып,
Олардың алдында өлең жарыстары ұйымдастырылып, шартараптан келген шайырлар мен шешендер тілінің майын ағызып, жеңіп шығу үшін бар күшін салады. Мүшәйраның жеңімпаздары анықталған соң, көп ішінен озып шыққандардың төл туындылары боз матаға жылтырақ бояумен өрнектеліп, безендірілген күйі баршаның көзіне шалынатын биікке қағбаның қабырғасына ілінетін. Сол кезде ең үлкен халық көп жиналатын жәрмеңке Таиф пен Нахлы алқабы арасындағы Уқас жәрмеңкесі еді. Шайырлар сайысы көбінесе осы жерлерде өткізіледі. Жәрмеңкелер көп салалы көрмелерге ұқсайтын. Өйткені мұнда барлық рулар сауда-саттық, әлеуметтік мәдени және қоғамдық саяси жағынан танылатын. Зулхижжа айында ашылған жәрмеңкелер 20 күнге созылатын. Біреуге құл болып кеткен адамдарын педия беріп сатып алу, ұзаққа созылған бітіспес дауларын шешу, татуласу, іздегенін табу, көксегенін іздеу, өлең оқу, сөз сөйлеп, шер тарқату үшін барша жұрт жәрмеңкеге қарай ағылатын. Өлең сөздің қадірін көтеру арқылы тіл сол кезеңде-ақ екшеленіп, байып толыққан. Ислам жұлдызы жарқырап туға таяған уақытта Арабстанда әдебиет, көркем сөйлесу шеберлігі барынша дамыды. Қаптаған надандықтың қараңғылығы ішінде ғайыптан белгісіз құдірет адамдар санасын Құранның керемет тілін түсінуге, сөздердегі әуезділікті жан-жақты ұғуға дайындап жатқандай еді. Құран түсе бастағанда иманға келе қоймағанмен әдеби көркемділікті қастерлеп үйренген көптеген арабтар Алланың кәламының кереметтігіне бас иген. Ең үздік деп бағаланатын қасидалардың Құран тілінің жанында түкке алғысыз болып қалғанын мойындап, биікке көтерілген жерінен алып тастаған. Кейбіреулері Құран тіліндегі әуезділікке дыбыс үйлесіміне тәнті болып, оның әсерінен мұсылмандылықты қабылдаған. Бұл да әрине құдіретті күшті Алланың көп хикметтерінің бірі. Әзірет Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам ұлы елшілік міндеті жүктелер алдындағы Арабстанның жалпы діни, әдеби, мәдени, қоғамдық жағдайлары осындай. Жауыз жүректерді жібітетін, қатулы қабақтарды күлдіретін, надандық шырмауындағы көңілдерге нұр құятын тұлғаға Арабстан зәру еді. Оның, яғни ұлы құтқарушының кім боларында мәңгілік жазмыштың жаратушысы Алла тағала белгіленген Әзірет Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам. Ол осынау әлемнің материалдық рухани бет-бейнесін өзгертуге келетін. Ол нұрымен айналаға шұғыла шаша мына дүниенің жалғандығын, ақыреттің баяндылығын айтып, жалған өмірдегі махаббаттың да өткінші екенін ұқтырып, үмбетін мәңгі бақытқа, бақилық Аллаға бастауға тиіс. Алла тағала тарапынан пайғамбарлық міндет жүктелетін бұл тұлға адамдардың басы бос еместігін ұғындырып, дүниеде атом бөлшегінен күн системасына, жұлдыздардан алып галактикаға дейін бір ғана әмірге бағынатынын, қасиетті де ұлы мақсат жолында қызмет ететіндігін түсіндіру үшін келетін. Ол айуандықтың, настықтың шегіне жеткен адамзатқа жоғары адамгершіліктің, биік парасаттылықтың өнегесін көрсету үшін келетін. Ол дүниенің жаратылыс себебін, адамдардың қалай пайда болып, ақыры немен тынатынын баяндау мақсатымен келетін. Ол адамдардың иесі, Алланың өз құлдарынан не талап ететінін дұрыс пен бұрысты ажыратып көрсетіп, сананың жаулаған сауалдарына жауап беруді мұрат етіп келеді. Ол тек бір руға, тайпаға не ұлтқа ғана емес, бүкіл адамзат баласына Алладан алған әмірлері бойынша жөн сілтеп, жол көрсету үшін келетін. Міне, күллі әлем араб түбегінен шығуға тиіс осындай ауыр міндетті арқалаған ұлы тұлғаның келуін асыға. Пәк шежіре.
Ибрахим пайғамбар ұстанған дін ханифтік деп аталады. Аты мұсылманшылық болғанымен, заты исламға сай, яки Алланың қалаған ақ жолы еді. Пайғамбарлардың әкесі танылатын Ибрахим пайғамбардың Исқақ және Исмаил атты екі ұлы бар еді. Ол Алланың құдіретімен Исқақтың ұрпақтары арасынан бірнеше пайғамбар шығатынын алдын ала сезіп білгенді. Алайда сүйікті жары Ажардан туған ұлы Исмаилдың нәсілінен пайғамбар шығып шықпауы беймәлім еді. Ақыр заманда соңғы пайғамбардың келетіндігінен хабардар Әзірет Ибрахим оның жанындай жақсы көретін ұлы Исмаилдың ұрпағынан тарағанын шын көңілінен қалайтын. Адам ата тарапынан іргетасы қаланған жер бетіндегі тұңғыш құрылыс Қағба да ұзақ жылдар әсерінен әбден ескеріп, құлауға арналған еді. Алла тағала Әзірет Ибрахимге осы қасиетті ғимаратты қайта қалпына келтіруді бұйырады. Ұлы әмірді есітер-есітпес Ибрахим пайғамбар Исмаилмен бірге құрылыс жұмыстарына білік сабанып кірісіп кетеді. Қағбаның құрылысы аяқталған соң әке мен бала қол жайып, бұлайша Аллаға жалбарынады. Уа Раббымыз, екеумізді бір өзіне ғана мойынсұнатын мұсылман еткейсің. Нәсілімізден бір өзіне ғана мойынсұнатын мұсылман үмбет шығарғайсың. Һәм бізге құлшылық рәсімдерді көрсетіп, тәубелерімізді қабыл еткейсің. Шүбәсіз, сен шынайы тәубелердің барлығынан қабыл етушісің, һәм ерекше мейірімдісің. Уа Раббымыз, оларға өз араларынан өзіңнің аяттарыңды оқып, ашып түсіндіретін, кітап пен хикметті үйрететін және оларды арылтып тазартатын елші жібергейсің. Шүбәсіз, сен ұлысың, бәрінен үстемсің, һәм асқан даналық иесісің. Бұқара сүресі 128-129 аяттар. Хақ тағала шын ықыласпен оқылған бұл дұғаны жауапсыз қалдырған жоқ. Арадан жүздеген жылдар өткенде Әзірет Исмаилдың ұрпағы Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам соңғы пайғамбар Хатамул Әнбия атанды. Бүкіл болмыстың сұлтаны саналатын Мұхаммед пайғамбар мен арғы бабам Ибрахимнің дұғасымын дегенде жоғарыда айтылған оқиғаны меңзейді. Әзірет Исмаил үбірлі-шүбірлі болды. Оның немере шөберелерінен тараған тайпалар араб түбегінің шартарабына жайылады. Олардың арасында Аднан ұлдары, одан Мұдар ұлдары, оның ішінде Құрайыш тайпасының Хакім ұруы, өзгешелерінен ерекшеленетін биік мәртебе, жоғары құрметке ие болады. Бұл жөнінде де пайғамбардың өз айтқаны бар. Алла тағала Әзірет Ибрахимнің балалары артынан Бәни Хашимді, олардың ішінен мені таңдаған. Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам ата-бабалары жайында толық мәлімет жоқ. Уақыт тұрғысынан ең жақын саналатындарды жөніндегі мағлұматтар ғана бізге жеткен. Қолдағы барға қанағат деп, солар туралы әңгімелеуді жөн көрдік. Құсай. Пайғамбардың үлкен атасы Құсай. Шын аты Зәйд. Өз заманының айтулы тұлғаларының бірі. Құсайдың Зухра есімді жалғыз інісі болған. Жасы үлкен болғандықтан әулетті басқаруға да сол лайық деп табылады. Бала жасынан басқалардан артық қабілетімен ерекшеленетін Құсай өсе келе Меккенің алдындағы қатарлы адамдарының біріне айналады. Ұйымдастырғыш қабілеті, басшылықшытағы ұстамдылығы, әділ үкімдерді меккеліктердің назарынан тыс қалмайды. Халық оған үлкен сенім артып, Меккені басқаруды тапсырады. Мекке қаласын алғаш рет аудандарға бөліп, әрбір руды өз ауданында орналастырған да сол. Меккенің маңызды мәселелері Құсайдың үйінде талқыланып, сол жерде қабылданады. Қағбаның күзеті қажыларды ауыз сумен қамтамасыз ету, оларды күту
шайқасқа кірерде байрақ тігу және Мекке мәжілісіне жетекшілік жасау тағы сол сияқты мәселелер оған аманат ретінде тапсырылады. Қағбаның қарсы алдында есігі Қағбаның қарайтын алғашқы үй Құсайға арнап тұрғызылған. Бұл үй Меккенің үкімет үйі. Түсініктірек айтсақ, ішінде Мекке қалалық мемлекетінің күллі мәселелері қаралатын парламент ғимараты еді. Құсайдың бұл отауы тарихта Дарун Надуя аталған. Хижреттен соң жарты ғасырға дейін сақталған. Мекке жұртшылығы Құсайға аса құрметпен, ізгі ілтипатпен қараған. Хашим пайғамбарымыздың үшінші атасы. Меккенің құрметті азаматтарының бірі Хашим сауда-саттықпен айналысқан. Мұхаммед пайғамбардың дүниеге келетін күні жақындағандықтан аманат нұры оның маңдайында ерекше көрінген. Хашим жан-жақты қабілетті, байсалды, жігерлі, кеңпейілді, жомарт әрі баршаның сүйіспеншілігіне ие болған. Оның есімімен әулеті қала берді руы аталған. Пайғамбарымыз да солдан тарайтын биік мәртебелі бұл ру кейінде осы құрметті Хашимилер атауын сақтаған. Хашимнен 4 ұл туған: Шайба, Әбділмүтәліп, Әсет, Әбу Сайфи және Надла. Хашимнің ұрпағы Шайба мен Әсеттен тарайды. Шайба ардақты пайғамбарымыздың екінші атасы. Әсеттен туған Хүнайыннен перзент болмай, Хашимилер шежіресі Әбділмүтәліптен тараған ұрпақтармен жалғасын тапқан. Шайба Әбділмүтәліп дүниеге келген ақшашты болғандықтан оны Шайба ақшашты деп атаған. Әбділмүтәліп лақап аты. Осы лақаппен танылған. Бұл лақапқа қалай ие болғаны жөнінде мынадай әңгіме бар. Шайба бала кезінде Мәдинадағы нағашаларына жиі баратын. Бір күні көрші балалармен бірге ол Мәдинаның орталық алаңдарының біріне оқ атып жарысатын ойынға барады. Әп-сәтте балалар ойыннан тамашалаған үлкендер де әлгі жерге жиналып қалады. Көп баланың ішінен маңдайы жарқыраған Шайба жұрттың назарын еріксіз өзіне аударады. Ату кезінде өзіне келгенде Шайба асықпай садағын оқтап, өзіне деген асқан сенімділікпен садағын керіп кеп қалады. Оқ нысанаға дәл тиеді. Жиналған жұрт таңғалса сүйсіне қараған сәтте Шайба: "Мен Хашимимін, Бадқа бегімнің ұлымын. Нысананы көздей алмасам, атамның атына кіртіл келтірілген болар едім", дейді шабыттана шалқып. Оның айтқандарын жиналғандардың бәрі естиді. Әбдіманап ұлдарының бәрі Шайбаға жақын барып, Хашимнің ұлы екенін нақтылап сұрап біледі. Меккеге оралған сол, әлгі адам болған жайтты әкесінің бауыры Мүтәліпке баяндап береді. Осыншалықты қабілетті, ақылды баланың бөтен елде жүргендігін қаламайтынының да сөз арасында айтып қалады. Мүтәліп оны ести сала Мәдинаға жол тартады да Шайбаны алып қайта оралады. Меккеге кірген сәтте-ақ Мүтәліптің жетегіндегі бала көзге түсіп, бұл кімнің баласы деп сұрағандар. Көз тиер деп қорыққан Мүтәліп еш ойланбастан, бұл менің құлым деп қалай айтқанын өзі деп айтмай қалады. Тіпті әйеліне де осылай жауап береді. Ертесіне ағасы алып берген қымбат киімдерді киіп далаға шыққан балаға көңіл аудармаған жан қалмайды. Барша жұрт оның кім екенін, қайдан келгенін таңырқай сұрайды. Білетіндер Әбдімүтәліп, яғни Мүтәліптің құлы деп жауап береді. Кім екендігі кейінірек білгенмен, белгілі болғанымен, сол күннен бастап Шайба Әбділмүтәліп аталып кетеді. Әбділмүтәліптің түсі. Арадан ұзақ жылдар өтті. Әбділмүтәліп Құрайш тайпасының басшысы болып тағайындалады. Жаздың аптап күндерінің бірінде Қағба маңындағы Хижр деген жерде көлеңкеде демалып жатып, көзі ілініп кетіп түс көреді. Түсінде бір адам оған: "Тұр жылдам, тайбаны қаз" деп бұйырады. Тайба не деп сұрай үлгіргенше әлгі адам ғайып болады. Оянған соң Әбділмүтәліп түсін неге жоритынын білмей дал болады. Тайбасы несі екен?
Оны қазу керек дегені несі? Секілді сан сұраудың шырмауында қалады. Ертесіне тағы да сол жерде көз шырымын алмақ болады. Сол-ақ екен, түсінде кешегі кісі тұр, бәрірені қаз, деп мазалайды. Бәрірен не деп сауалы тағы жауапсыз қалады. Үшінші күні дәл сол жерде жатып, сол тұсты қайта көреді. Бұл жолы аян беруші, тұр, Мәднуннаны қаз, дейді де жоқ боп кетеді. Әбділмүтәліп 3 күн қатарынан көрген түсінің астарындағы сырды шеше алмай, әбден басы дал болады. Өз ойымен әуре болып, 4-ші күні сол жерге тағы да жантая кетеді. Бұл жолы түсінде аян беруші, зәмзәмді қаз деп бұйырады. Зәмзәм дегеніңіз не? Ол қайда? Деп бастырмалада жөнелген Әбділмүтәліп мынадай жауап естіді. Зәмзәм еш бітпейтін, азаймайтын, түпсіз терең тұнық құдық. Қажылардың су мұқтаждығын сонымен өтерсін. Оның көзі қағбада құрбандыққа шалынған малдардың қаны төгілген жер мен терілері көмірген жердің арасында. Сол екі араны ден қойып қадағала. Күндердің күнінде ала қанатты бір қарға сол жерді шұқығанын көрерсін. Сол манда құмырсқа үйлеуі де бар. Әбділмүтәліп үлкен бір іс тындырғандай боп оянады. Қуанышы қойнына сыймай, зәмзәм құдығы жөнінде бірталай әңгімені бұрында көп естіген. Бірақ оның орнын нақты білетін ешкім болмаған соң, сол күйі ұмытыла бастағанды. Ертеректе Меккені жау шапқанда жергілікті халық Кағбаны бар байлығын зәмзәм құдығына тастай қашқан. Сол заманнан бері зәмзәмнің аты бар да, заты жоқ болған екен. Әбділмүтәліп зәмзәмнің көзін тауып ішу міндеті өзіне жүктелгенін іштей түйсінген. Уақыт оздырып жатпастан белгі берілген жерге келді. Дәл сол сәтте ала қанатты қарғаның көктен құлдила келіп қонғанын тұмсығымен бір жерді шұқып, қайта шұқып кеткенін көрді. Ұзақ жылдар бойы құпия болып ұмытылған тіршілік көзін тауып, көпшілік қажетіне ұсыну бақытына ие болған Әбділмүтәліп балаша қуанады. Құдықты қайта қазуға асыққанмен бір Алладан басқа өзіне ғана мәлім құпияны жан баласына сездіргісі келмейді. Ертесіне жан дегенде жалғыз ұлы Харисті қасына ертіп, белгіленген жерге барады да қаза бастайды. Біраз қазған соң дөңгелек пішінді құдықтың аузы тастан өрілген қабырғасы көріне бастайды. Әбділмүтәліптің әрбір қимылын көзден таса қылмай бақылаумен болған Құрайыштар әу баста аса мән бермегенмен, жеме-жемге келгенде қарап-қара алмай, ақсақалдарына хабар бергізеді. Құрайыштың үлкендері құдық қазылып жатқан жерге келіп, «Әй, Әбділмүтәліп, бұл біздің атамыз Исмайылдың құдығы. Мұнда біздің де үлесіміз бар. Бұл іске бізді де ортақ болайық. Жұмыла көтерейік», дейді Әбділмүтәліп. Бұл шаруаға ешкімді аластыра алмаймын. Өйткені бұл міндет тікелей өзіме жүктелді деп келіспейді. Әрине, оның бұл жауабы Құрайш ақсақалдарына ұнамайды. Араларынан Әби ибн Науфал суырылып шығып, «Сен кіміне сеніп бізбен сағылысасың? Жалғыз ұлының басқа тірерге тұяғын жоқ екенін ұмыттың ба?» дейді. Оның сөздеріне ызаланған Әбділмүтәліп, «Сен немене? Менің жалғыздығымды бетіме басқың келе ме?» деп ашуға булығып, бір сәтке үнсіз қалады да, көкке алақанын жайып, «Уа құдіретті күшті Аллам, мені жарылқап, 10 ұл берер болсам, біреуін дәл осы Қағбаның жанында сенің жолына құрбан етер едім. Антым осы», деп айта салады. Оқиға мұнымен бітпесі айтпаса да түсінікті. Жағдайлары шиеленісе түсті. Ел үшін алауыздық жайлады. Әбділмүтәліп бұл қазуды уақытша доғарып қойып, мәселені шешуге, хакімге тапсыруға ұсыныс жасайды. Оның бұл ұсынысы қабыл болып, Шамда тұратын Сағд ибн Хузайм есімді хакім таңдалады. Қасына әкесі мен туыс ағаларын ертіп, бір топ Құрайыштармен бірге Әбділмүтәліп Шамды бетке алып жолға шығады. Жолдың ортасына келгенде, олардың ауыз суы таусылып, аптап сахарада үлкен қиындыққа ұшырайды. Шексіз төл далада су іздеу сағымның соңынан жүргенімен бірдей екенін білетін
Әбділмүтәліп және оның ағайындары Құрайыштардан жәрдем сұрауға мәжбүр болады. Суымыз өзімізге ғана жетеді деген қатал жауаптан соң бұлар сасады. Әбділмүтәліп Ұшы қиырсыз шөлде тұрғандарына қарамастан суымыз демекке белін бекен буады. Ішкі жан айқайы іздесең табасын дейтіндей болады да тұрады. Сол сезімнің жетегіне еріп, байыз таппаған ол түйесінің жатқан жеріне келеді. Түйесін айт шөлеп тұрғызған сәтте өз көзіне өзі сенбейді. Жануардың аяғының түбінен жылт-жылт еткен суды көреді. Қуаныштары қойнына сыймаған олар аяқ астынан қауқылдасып мәз болсады. Әбділмүтәліп Су көзін қылышының ұшымен кеңейтіп, ашқан сайын су молая түседі. Бір жұтым суды қимаған Құрайыштар да бұл оқиғаға таң қалысады. Әбділмүтәліп пен және оның достары мөп-мөлдір судан айыздары қанғанша ішіп, жануарларын да суарып, мәре-сәре болады. Содан соң Құрайыштарға қарап: келіңдер, сендердікі не дұрыс, жаратқан бізге су берді. Қанып ішіңдер, көліктеріңді суарыңдар деп айқайлайды. Құрайыштар аң-таң болып, қысыла-қымсына жақындап, суық судан рахаттанып ішіп, түйелерін суарып, ыдыстарындағы ескі суларын төгіп, жаналап алады. Мұнан соң өз қателіктерін түсінген олар әп-сәтте өзгеріп сала береді. Әй, Әбділмүтәліп, саған тағар кінәміз жоқ, айтар айыбымыз жоқ. Мұнан былай Зәмзәмді қазуға тек сен лайықсың. Еш таласымыз жоқ. Хакімге де бармай-ақ қояйық деді. Олар өкінген кейіппен. Сөйтіп олар хакімге бармастан жарты жолдан Меккеге қайтып оралады. Меккеге келген соң Әбділмүтәліп ұлы Хариспен бірге Зәмзәмді қазып, аз ғана уақыт ішінде халықтың қызметіне ұсынады. ол кезде Әбділмүтәліп Нағыз қамал алар шағында. Арадан зулап 30 жыл өте шығады. Алланың құдіретімен Әбділмүтәліптің ұлдарының саны 10-ға жетеді. қартайған Әбділмүтәліптің ойына Мұнан көп жыл бұрын Аллаға берген анты оралады. Серті бойынша ұлдарының бірін Қағбада құрбандыққа шалуы ләзім еді. Ұлдарының қай-қайсысы да ақылына көркі-сай, бірінен бірі өткен, айбарлы да ажарлы болып өсіп келе жатады. Әсіресе 10 ұлдың 8-шісі Абдулла ерекше еді. Тән сұлулығында да, жан сұлуында да басқа бауырларынан өзгешілігімен мұндалайтын. Өткені дүниеге келген сәтінде әкесінің маңдайындағы аманат нұры соның маңдайына көшкен болады. Осы нұр бет-әлпетін ерекше ажарландырып, сүйкімді ете түсетін. Алайда ешкім бұл әдеміліктің сырын білмейтін. Әбділмүтәліптің ұлдарымен арасында болған әңгіме. Әбділмүтәліптің ұлдары зіңгіттей жігіт болып ер жетеді. Аллаға берген антына адал болуды көксеген әке балаларының басын бірігіп, өткен өмірінен сыр шертеді. Қиын да болса, бауыр етінде баласының біреуін құрбан ету қажеттігін баяндайды. Тәрбиелі ұлдардың ешбірі әкелеріне қарсы келместен, мәселенің мән-жайына қаныққан соң бұл іске разы болады. Кімді құрбан ету жайын қалай шешеміз? Не істеу керек? деп сұрайды балалар. Әбділмүтәліп көп ойланбастан: әрқайсысын бірер оқтарының үстіне аттарыңды жазып, маған беріңдер дейді. Ұлдар әке сөзін екі етпестен боқшантайларынан бір-бір оқ суырып алып, үстіне есімдерін жазып, әкелеріне ұстатады. Әбділмүтәліп оқтарды ала салысымен Қағбаны бетке алып жүріп кетеді. Әбділмүтәліп Қағбаның қасына барғанша айналасына қалың көпшілік жиналып үлгерді. Жұрттың көзінен көкейіндегі ойды таңғалысты байқамау мүмкін емес еді. Аллаға берген сөзінде тұру үшін Әбділмүтәліп ойланып жатпастан оқтарды жеребеге тастаушыға ұсынды. Әрбір оқта 10 ұлының әрбіреуінің есімі жазулы. Жеребені тастаушы қай оқты суырып алса да, Әбділмүтәліптің ет жүрегі езілері шындық еді. Өз ойларымен өз баланды құрбан ету дүниедегі ең ауыр сезім, ең қиын іс болса керекті. Қызметкер бір оқты суырып алды. Даусы жарықшақтана Абдулла дейді. Мейірімді әке өз құлағына өзі сенгісі келмеді. Оқты жеребешінің қолына көз ілеспес жылдамдықпен суырып алып, мұқият жазуды оқып шықты. Абдулла.
Көзі жасаурап, даусы дірілдеді. Ішін аласапыран бір сезім кернеді сол сәтте. Жоқ, мүмкін емес деп айқайлап жібере жаздады. Алайда тез бойын жіктіктеп, Аллаға берген сертін есіне алып, жігерін жаныды. Мейірімнің табандылығына жеңдірді. Ұлына қарап, ұлым Абдулла, Алла өзінің жолына құрбан етуге сені таңдады. Кез келгенге бұйыра бермейтін осындай құрметке 9 бауырымның ішінде сені лайық көрді деді. Жиналған көпшілікте сапырылысып, дабырлысып қалды. Қалайша Абдулла, қалай ғана көз қиып құрбан етілмекші? Әбдімұталіп ет жүрегі езіліп тұрса да, ішін өртеген алай-дүлей сезімді тежей білді. Жанындай жақсы көретін ұлы Абдулланың қолынан ұстап жеңін түрді. Абдулла еш қарсылық көрсетпестен айналасына қайраттана қарады. Сол сәтте ол құдды ұлы бабасы Әзірет Исмайылдың тағдырға шын мойынсұнғандық қасиетін паш етіп тұрғандай еді. Ибраһим пайғамбардың баласы Исмайылдың құрбандыққа шалмақ болғанда шешуші мезетте көктен Алла тарапынан құрбандық қошқардың түсірілуі сәтіндегідей жүзінен титтей де қарсылық, наразылық сезілмеді. Әбділмұталіп бір қолымен жалт-жұлт еткен өткір пышақты, екінші қолымен баласының білегін ұстап тұрды. Құрбандық дайындығы бітті. Сол мезетте көпшілік арасынан айбарлы дауыс естілді. Құрайыштың ел басқарған тектілері келіп жеткенді. «Әй, Әбдімұталіп, не істемек ойын бар?» деді біреуі. Әбдімұталіп нұр жүзді ұлына көзін қадай тұрып, ұлымды жаратқанның жолында құрбандыққа шаламын деп. Жиналған жұрт тағы да жан-жақтан дабырлай сөйлеп кетті. «Әй, Әбдімұталіп, мұның не? Сен Меккенің басшыларының бірісің. Сен бұлай етсең, ертеңгі күні жұрттың бәрі сенің істегеніңді қайталайды ғой. Әркім баласын құрбан ете берсе, ұрпағымыз қалай өсіп өнбек, оны ойладың ба?» Наразылық кейіс белдіргендер ұзақ шулап тынышталмай қойды. Жиналғандардың бәрі Әбдімұталіптің әрекетіне қарсылық білдірді. Әбдімұталіптің ішкі сезімдері де бұл амалына наразы еді. Тек табандылығы, алған бетінен қайтпайтын қайсарлығы, сөзіндегі тұрақтылығы оны жақтай түсті. Жаратқан Аллаға ант еткендік оны орындаудан басқа шарасы жоқ еді. Өйткені Тәңір оның тілегін қабыл етіп, 10 ұлды болғанды. Солардың біреуін Алла жолына құрбандық қылмаса, жақсылыққа қанағат етпеген боп шығар еді. Осылайша жұрт абдырап тұрғанда ортаға Абдулланың нағашы ағасы Абдулла ибн Мұғира шықты. «Ей, Әбділмұталіп», деді ол гүрілдеген даусымен, «жаратқаннан ерекше жарлық келмеген болса, құрбан ете алмайсың оны. Баланы аман алып қалу үшін бар мал-мүлікті беруге әзірміз». Әбділмұталіптің де әкелік мейірімі тілге келгендей, Мұғираның ойымен келіскендей сынайды. Сонда да болса қайсарлығы алған бетінен қайтпауға шақырып бақты. Құрайыштар мен қалған 9 ұлы Әбділмұталіпке әбден жалбарынса да, оны көндіре алмаған соң мынадай бір ұсыныс айтылды. «Ей, Әбділмұталіп, олай болса Абдулланы алып Шамға бар. Сонда бір білгір әйел бар. Соған жолық». Басына қиындық туған жұрт арттырып шартараптан әлгі әйелге баратын, соның кеңесін тыңдап, қауіп-қатерден құтылатын көрінеді. Саған да көмектесер дейді. Әбділмұталіп бұл айтылғанды құп-алады. Абдулланы ертіп Шамға сапар шегеді. Мәдинаға келгенде бұл білгір әйелдің Хайбарда екенін естіді де солай қарай жол тартады. Арафа есімді білгірмен кездесіп, бар болған жағдайды бүге-шүгесіне дейін ақтарып, одан жәрдем сұрайды. Әйел Әбдімұталіптен, сендердің дәстүрлердің бойынша бір адамның құны неге тең дейді? 10 түйеге дейді Әбділмұталіп. Олай болса еліне барып 10 түйе дайында. Сол түйені айдап, ұлыңды жанына ертіп, жеребе тартқан алаңға қайтып барыңдар. Жануарлар мен ұлыңның екі арасында тұрып тағы да оқтармен жеребе тартыңдар. Жеребе балана шықса, қашан түйелерге түскенге дейін қайта-қайта
тастай бер. Балаға шыққан сайын түйелердің санын 10-ға арттырып отыр. Ақыры түйелерге түскен кезде олардың сол жерде бауыздап құрбан етіңдер. Осылайша әрі Раббының ырзалығын аларсың, әрі баланды құтылып қаларсың. Бұл білгір әйелдің ақылына разы болған Әбділмұтталиптің қуанышында шек болмайды. Уақыт оздырмай Меккеге оралады. Әбділмұтталиптің отбасы да, Мекке халқы да бұл сүйіншілі хабарға қатты қуанады. Ертеңіне Әбділмұтталип баласын ертіп, 10 түйесін алдына салып Қағбаға келеді. Әйелдің айтқанын бұлжытпай орындайды. Әбділмұтталип жеребе тастаушыға «Ал, баста» деп бұйырады. Жеребе Абдуллаға шығады. Түйе саны 20-ға жетеді. Тағы да тастағанда құрбандық түйелер 30-ға шығады. Келесісінде де, одан кейін де тағы 4 рет Абдуллаға түседі. Әбділмұтталип сасқалақтап әбден абыржыды. Жеребе тасталған сайын қолын көкке созып бата қылумен, дұға етіп жалбарынумен болады. Ақыры түйелердің саны 100-ге жеткенде жеребе түйелерге шығады. Жиналған жұрт қуаныштан жылап та жібереді. Әсіресе әкенің қуанышы ерекше еді. Бірақ сонда да сенімді болу үшін, Алланың алдындағы адалдығын сақтап қалу үшін, байсалды қалпынан тайынбастан 3 рет тағы да тастайық. Сеніміміз нақты болсын, ішімізде күмән қалмасын деді. Жеребе 3 рет қайта тасталады. Үшеуінде де халықтың қуана айқайлағаны естіледі. Әбділмұтталип те «Уа құдірет» деп дауыстап, тізесін бүгіп дұға етеді. Сөйтіп Абдулла құрбандықтан құтқарылады. Сүйікті ұлы үшін барын беруге әзір әке 100 түйені Сафа мен Мәруа төбелер арасынан айдап апарып құрбан етуге бұйырады. Бұйрық сол сәтте орындалады. Сол күннен бастап бір адамның құны Құрайыштар мен арабтар арасында 100 түйе болып белгіленеді. Кейіннен Мұхаммед пайғамбар да саллаллаху алейхи уассалам бұған қарсы келмеген. Абдулланың үйленуі және өлімі. Арадан жылжып жылдар өтті. Абдулла көркем мінезі мен жүріс-тұрысына сымбатты сай жігіт болды. Оған ынтық бойжеткендер де көбейе түсті. Жас жігіт мұны сезсе де білмеген сындай танытты. Баласының аяқтанар шағы жеткенін байқаған әке ұлына жар боларлық бойжеткенді қарастыра бастайды. Әбділмұтталиптің өмірлік тәжірибесі бұл істе дұрыс таңдау жасауына себеп болды. Бәни Зухра тайпасының ақсақалды Уахб ибн Абді Манаптың қызы Аминаны баласына лайық деп білген, ол айттыра барады. Уахб Әбділмұтталиптің бұл өтінішін қуанып қарсы. Амандық саулықтан соң Уахб: «Уа бауырым, біз бұл ұсынысты сен келмес бұрын естідік. Аминаның анасы өткен түнде бір түс көріп, үйімізге бір нұрлы сәуленің енгенін, айналаның жап-жарық болып кеткенін көріпті. Менің де бүгін түсімде бабамыз Ибрахим пайғамбар еніпті. Маған Әбділмұтталиптің ұлы Абдулла мен сенің Аминаның некесін мен қидым, сен де қабыл еткейсің» деді. Уахбтың қызы Амина ибалы да инабатты, әрі шежіресі жөніне де Құрайыш қыздары арасында жоғары тұратын. Қай жағынан да Абдуллаға лайық еді. Жасы 14-тегі Аминаның нағыз толған айдай толысып тұрған шағы бұл. Абдулла болса 24-тегі қылшылдаған жігіт. Тойдың болғанынан боладысы қызық демекші, апыр-топыр 2 жастың үйлену тойы өткізіліп, болашақта барша болмыстың сұлтаны болатын Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам дүниеге келетін шаңырақ құрылады. Үйленгеннен кейін арада бірнеше апта өткенде мынадай қызық жағдай шықты. Абдулланың жүзіндегі нұр Аминаның маңдайында жарқырады. Оны көптің көзінен таса ету де мүмкін емес еді. Амина дүниенің болашақ сұлтанына аяғы ауыр еді. Үйленгеніне 1 ай толғанда Абдулла бір сауда керуеніне қосылып Сирияға жол тартады. Бұл оның соңғы сапары еді. Араға айлар салып, керуен елге оралғанда араларында Абдулла жоқ болатын. Тек оның қайтар жолда Мадинада қатты сырқаттанып,
Жолға жарамайтын болған соң нағашыларының жағында қалғаны жайында суыт хабар жетеді. Оны ести сала Абдülмүталіп ұлы Харисті Мадинаға жолдайды. Алайда өзгермес тағдыр тағы да өз дегенін істейді. Ағасы келгенге дейін Абдулла о дүниелік болады. Бақытты әке дүние сұлтаны боларлық ұлының нұр жүзін бір иіскеуде бұйырмады. Абдулланың денесі Мадинадағы Аби ибн Нажжар ұлдарының бірі Набиға үйінің ауласына жерленеді. Харис суық хабарды Меккеге жеткізеді. Мекке қайғыға жамылып, аза тұтады. Жас кәрі деместен өз қалауын жүзеге асыратын аяусыз ажал Абдулланың отбасына да ауыр соққы болып тиеді. Бүкіл меккеліктер аяулы ұлдарын жоқтап, көз жастарын көл қылады. Кенеттен болған қайғылы қаза әсіресе жас келін Аминаның қабырғасына қайрыстырады. Күйеуін жоқтап, ботадай боздаған Аминаның ащы дауысын естіген пенденің сай-сүйегі сарқырамауы мүмкін емес еді. Ажал құрық салды да, мені тастап сен кеттің. Кебін киіп кетіпсің, оны қайдан білейін. Көзім жасын селдеттің, бүкіл елдің ішінде. Тен келер пенде жоқ саған. Мейірімді едің, кен едің, сымбатты едің, ер едің. Дос-жаранның құрметтеп, аза тұтып қайғыма ортақтасып жатқан мен, керегі маған сен едің. Амина осылайша зар еңіреп, жан-жарын жоқтап қалған тұста құрсағындағы сәбиінің дүниеге келуіне 2 айдай ғана уақыт қалған. Абдулла үйленгелі аз ғана уақыт өткен. Сол себепті анау айтқандай мал-мүлкі де жоқ. Кенеттен дүниеден озған оның соңында қалдырғаны Үммі Айман есімді күні. 5 түйе, бірнеше қой, бір қылыш пен аз ғана күміс ақша. Ең маңызды мұрасы Алладан нәсібімен 2 дүниенің нұры болған қайырлы ұрпақ қалдырды. Міне, нұрымен бар ғаламға жарық шашатын адамзаттың құтқарушысы аттанатын Әзірет Мұхаммедтен саллаллаху алейхи уассалам артық мирас болуы мүмкін. Піл оқиғасы. Адалдықтың женер күні де алыс емес. Қағбаға шартараптан келіп зиярат етушілер күн өткен сайын арта түсті. Қасиетті қара тастың мұншалықты көп зиратшысы барын қызғанатындар, көре алмайтындар халықтың мұнда келуіне кедергі қоймақ болады. Сондайлардың бірі Хабаш, Эфиопия сұлтанының қарамағындағы иемен әкімі Абраха Ашрам еді. Абраха Қағбаға келушілердің санын азайту мақсатымен Византия империяларының көмегімен алдымен Сана қаласында Күллейс деп аталатын шіркеу салдырады. Алтынмен аптап, күміспен көптеп дүниенің түкпір-түкпірінен асыл тастар алдыртып безендіреді. Мұндай шіркеу бұрын соңды ешбір жерде болмаған. Шіркеуді әшекейлеп, әрлеп Абраха халқының назарын аударуды көксейді. Сөйтіп, Қағбаға қарай ағылған көпшіліктің сенімін, сүйіспеншілігін жоймақ болады. Шіркеу құрылысы аяқталған сәтте Абраха Хабаш билеушісінің марапатына ие болу мақсатымен оған былай деп хат жазады. Уа, жоғарғы мәртебелі билеушім, сенің құрметіне таңға жайып сәулет ескерткішін тұрғыздым. Мұндай құрылысты бұған дейін арабтардан да, адамдардан да ешкім көрген емес. Алайда Абраханың тыраштануы босқа шашылу еді. Шіркеудің көз жауын аларлық безендіруін көру үшін ғана келгендер болды. Келгендердің қай-қайсысы да құрылыстың әсемдігіне бас шайқасатындай көп аялдамай шығып кете барады. Ал Қағбаға қарай ағылушылар легі сағат санап арта түсті. Абраханың Қағбаның беделін түсіру мақсатымен керемет шіркеу салдырғанынан арабтар тез-ақ хабардар болды. Оның бұл пиғылы халықтың ашу ызасын тыйғызады. Кинана тайпасынан Науфал есімді араб шіркеуді ластап мазақ етуді ойлайды. Бір түні осы оймен шіркеуге барып ішіне айналасына дәрет сындырады. Ертеңгісін болған жайды естіп білген Абраха ашуланып, арабтарға осы
Қарсыласқаным қарсыласқан. Қағбаның күлін көкке ұшырмасам ба дейді. Содан соң қағбаны құлату үшін Меккеге жорыққа әзірленеді. Қабаш билеушісінен бүкіл дүниеде аты аңызға айналған Махмұд атты пілді сұратып алдырады. Абраха әскерін жан-жақты дайындайды. Меккеге жолға шыққанда да өзі Махмұдқа мініп қол бастайды. Меккеге жақын келгенде алдын ала жаушыларын жібереді. Алғаш барғанда Меккеге кірер-кірместен Әбділмұтталіптің 200 түйесін, Құрайыштар мен жергілікті бір тайпаның бірталай малын алып қояды. Ол кезде Әбділмұтталіп Құрайыш тайпасының басшысы еді. Абраха Құрайыштарға елшісін жіберіп былай дейді: мен сендермен соғысуға келген жоқ. Тек мына қара тасты құлатуға келдім. Қарсыласпасаңдар, мал жандарымды титтей де зияным болмайды. Егер Құрайыш тайпасының басшысы менімен шайқасқысы келмесе, қасыма келсін. Әбділмұтталіптің жауабы: біз сенімен шайқасқымыз келмейтіні бір, жаратқанға мәлім. Соғысатындай қарулы да емеспіз. Қағба Алланың үйі. Оны қиратамын деу бос әурешілік. Оны бір Алланың өзі қорғамаса, біз оны қорғайтындай, Абрахаға қарсы тұратындай күш те жоқ. Осылай деген соң Әбділмұтталіп келген елшімен ілесіп Абрахаға барады. Әбділмұтталіп келбетті, бойшаң, жарқын жүзді адам. Оның бір көргеннен-ақ күліп қарсы алып, амандық саулық сұрасқан соң, не тілегім бар деді Абраха. Әбділмұтталіп: әскерлерін 200 түйемді алып кеткен екен, соны қайтарсын деді. Абрахаға бұл жауап ұнамайды. Кекесінді түрде: сені бір көргенде арыдан ойлайтын ірі адам деп қалып едім, мына сөзіне қарағанда жаңылысқан болуым керек. Мен ата-бабамнан мирас боп келе жатқан құтты дүниені, қағбаны қиратайын деп келсем, сен оны ысырып қойып, 200 түйінді түгендедің деді. Әбділмұтталіп Абраханың зілді кекесіне мән бермесі. Мен өз түйелерінің ғана иесімін. Қағбаның иесі құдіретті қорғаушысы бар. Әрине оны қорғап қалады, дегенде Абраха ашуға мініп: маған қарсы келіп, оны ешкім де қорғай алмайды, деді айқайлап. Әбділмұтталіп бұл жолы да түк болмағандай: оған менің еш қатысым жоқ, дейді тағы да. Абраха ақырында Әбділмұтталіптің түйелерін қайтарып береді. Әбділмұтталіп Меккеге қайтып келіп, болған оқиғаны Құрайыштарға баяндайды. Содан соң қайтқан малда қайыр бар деп 200 түйесін жаратушысының жолында құрбандыққа шалмақ болып белгі соғып қоя береді. Әбділмұтталіп Абраханың әскерлерінің зұлымдығынан сақтану үшін халқын жинап, уақытша Меккеден кетулерін талап етеді. Өзі де бірнеше адаммен бірге Қағбаға барып, есігін сүйеніп тұрып: уа жаратқан ием, сен сақтанғанды сақтайсың, құлдарын осылайша сақтанып қорғанбақшысы. Сен де өз үйінді залымдардан қорғайсың. Залымдық ойлаушылар жеңіліс тапсын деп залбарына дұға етті. Мекке босатылды. Халық тау мен тасты паналап, Абраха әскерінің шабуылынан сырттай бақыламақшы. Мекке мен Қағба қайғылы Құрайыштардың жүзі солғын. Әскер әзірлігі тамамдалды, бірақ тағы бір таң атты. Меккеге баса көктей кіріп, Қағбаны жермен жексен етуге Абраха әскері сақадай сай, тек бір бұйрықты күтуде еді. Милади 571 жылғы Махаррам айының 17-сі, жексенбі. Әскер шабуылға енді кірісейін деген сәтте Абраханың бағдар көрсетушісі, жолбасшысы Науфайл ибн Хабиб есімді адам алып піл Махмұттың құлағына еліп сыбырлады: шөк, Махмұт, шөк. Аман-есен тұрғанында келген жолымен кері қайт. Сен Алла тарапынан қасиетті саналған аймақтасың. Осылай дейді де, өзі тауды бетке алып кетіп қалады. Нуфайлдың сөздерінен соң піл тұрған жерінде шөкті. Әскерлер оны қанша тұрғызбақ болса да, орнынан жылжыта алмады. Йеменге бағытта пайдаса,
ештеңе болмағандай шабытын піл Шамға қарай да, шығысқа қарай да қайқаңдай жөнеледі. Бірақ бетін Меккеге бұрғанда әл-дәрмені біткендей шөгіп жата қалады. Ел-жұрт бұл оқиғаға таң-тамаша боп аңтарылып қалды. Дәл сол сәтте құдіретті күшті Алла тағала Абабил деп аталатын құстарды топ-тобымен теңіз жақтан Абраха әскерінің үстіне ұшырып қоя береді. Тұрқы кішкене ғана түрі қарлығашқа ұқсайтын Абабилдердің әрқайсысының аузына бір-бірден тістеген аяқтарының арасында екі-екіден қыстырылған үлкендігі бұршақтай тастары бар еді. Олар осы тастарды келген беттерінде әскерлердің үстіне жаудырып кеп жіберді. Тас тегендей сұлып түсіп, өліп жатты. Әп-сәтте не болғанын аңдамаған әскерлер айнала құлаған адамдар мен жануарларды көргенде бет алды қаша бастайды. Абраха да әрен дегенде құтылады. Алайда тас тиген денесінің жарасы жазылмай, ақыры арманына жете алмай, о дүниеге аттанды. Кабаға шабуыл жасаудан бас тартқаны үшін Махмұд атты пілде аман қалды. Алланың жазуымен Абабилдер ұшып кеткен соң, сол төңірекке нөсер жаңбыр жауып, өліктер мен қалдықтарды жуып-шайып әкетеді. Ұлы Раббымыз Құран кәрімнің піл сүресінде бұл оқиға жайында былай деп баяндайды. Раббының пілдермен келген әскерге де не істегенін көрмедің бе? Олардың айла амалдарын түкке тұрғысыз етіп, іске асырмай тастамады ма? Төбелеріне топ-тобымен Абабил құстарын жіберді. Абабил құстары. Оларға піскен топырақтан тас жаудырды. Ақырында оларды құрт жеп, шұрық тесік болған егістік жапырақтарындай алды. Піл сүресі 1-5 аят. Бұл оқиға ардақты пайғамбарымыздың пайғамбарлығының бір дәлелі. Әлбетте, Алла тағала рахымы мен хикметі арқылы Хабибінің, яғни ең сүйікті құлы Әзірет Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам құрметі үшін қасиетті мекенді Абраха әскеріне таптатпасы айтпаса да түсінікті. Дамира Өмірзаққызы Ибрахимнің Адамзаттың асыл тәжі кітабының 1 бөлімі Мекке кезеңі аяқталды. Аудиокітабының басынан аяғына дейін тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Алла тағала сіздерге жар болсын. Лайк басып, комментарий жазып қойыңыз. Арнама тіркеліңіз. Келесі бөлімді күтіңіз.